Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы пиццаның рецебімен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең бірінші қамырымызды дайындаймыз. Жылы суға тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды саламыз және сұйық майымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып, ситыдан өткізілген ұнымызды саламыз. Міндетті түрде ұнды ситыдан өткізіңіздер. Содан кейін барып қамырдың барлығын салмаңыздар, осылай аз-аздан салып қамырыңызды илейсіз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Бұл қамырдан біздер 2 пицца пісіретін боламыз. Қамырымызды теңде 2-ге бөліп, домалақ етіп пицца пісіреміз. Міндетті түрде домалақ етіп емес, противнаға да 4-5 етіп пісірулеріңізге болады. Әркім әртүрлі пісіреді пиццаны, сондықтан өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пісірсеңіздер де болады. Мен пиццаны осындай арнайы өзінің формасына пісірдім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пісіруге болады. Міндетті емес бұл формаға пісіру, домалақ етіп противнаға да пісіруге болады. Менде бұл форма болғандықтан мен формаға пісірдім. Осылай тестіңіз деген жып-жұқа болу керек. Жандардың бортиктарын шығарып, асты жып-жұқа болу керек тестіңіз. Пиццаға арнайы соус дайындаған жоқпын. Осындай дайын томатный кетчуп қостым, ащы емес, және майонезбен және орегано қосып, барлығын араластырдым. Орегано міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосуға болады. Біздер асығыс пісіретін болғандықтан осындай соус біздерге ыңғайлы. Сондықтан осы соуспен де дайындай беріңіздер. Пиццамызға соусты жақтық. Енді сырымызды салып, содан кейін бар шұжықтарымызды салып, қызанағымызды салып, қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аласыздар 170 градуста. Содан кейін бар піскен кезде духовкадан шығарып, үстіне сыр сеуіп жіберіп, кері салып алсаңыздар болады. Қараңыздар, пиццамыз дайын болды. Енді үстіне сырымызды салып, 5 минутқа сыр ерігенше салып аласыздар. Негізі мен бұл рецептта простой сырды қолдандым. Сіздер моцарелла қолдансаңыздар да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Және менің каналыма тіркеліңіздер, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет сіздерге.